Ассалаумалейкум достар, Автолайк каналының кезек шығарылымы. Бүгін біз Шымкент қаласындағы Жұманов атындағы автокөлік базарындамыз. Осы жерде тұрған жүрілген автокөлік бағаларын түсіріп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Видеоны қарамастан біздің арнаға тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Осыдан алдыңғы апта түсірген видеоның астында сұралған комментариядағы автокөліктерді мүмкіндігінше тауып түсіретін боламыз. Бүгінгі шығарымды қолдау мақсатында WhatsApp чаттардан таратып жіберсеңіздер дұрыс болатын еді. Ассалаумалейкум достар, егер сіздерде ВАЗ автокөлігі болса және оған қосалқы бөлшектер іздесеңіздер, бізде жаңадан Шымкент қаласында Автолайк автобөлшектер дүкені ашылды. Бұнда сіздер өздеріңізге керекті ВАЗ автокөлігінің барлық толыққанды автобөлшектерін таба аласыздар. Және достар, бізде ВАЗ автокөлігіне қосалқы қосуға арналған бөлшектері, шиналар, дисктер және де басқа бөлшектерін сатып ала аласыздар. Достар, бізде қосымша автокөлік запчастьлерін Каспий банктен және Альфа банктен рассрочкаға немесе Каспиретке сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Біздің мекен-жайымыз Шымкент қаласы Темірлан тасжолы бойында орналасқан, және де бізден алынған барлық запчастьлерді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі қарастырылған. Сатылымда Mercedes Avantgarde S320 2000 жылғы 2.8 4 миллион 800 мың теңге дейді. Автомат коробка, полный құжаттарымен техникалық тесттен өткен деп тұр. Avantgarde іздеп жүрген кісілер өткен аптада шығарылымның астына комментарий қалдырып жатқан біздің арнаның көрермендер назарына Avantgarde. BMW E34 сатылымда 92 жылғы 2.8 стропер мотор. 2 миллион 300 мың дейді механикада. Телефон нөмір тұр, егер қызық болып жатса хабарласып көрсеңіздер болады. Сыртқы жағдайы жақсы, машинаның кішігірім лак ұшқан жерлері бар. Енді 30 жылдық тарихы бар көліктер ондай болып тұрады сыртында. Іздеп жүрген кісілер болса хабарласып көрсеңіздер болады. Сатылымда ВАЗ 2114 ақ түсті 2011 жылғы көлік 1.5 мотор 1 900 мың сұрап тұрған бағасы. Толық ақпаратты осы телефон нөмірден қарап көрсеңіздер болады. Машинаның сыртқы жағдайы жақсы машина. Полный родной краска деп тұр жігіттер. Қыстық баллондарда. Салоны барлығы тап-таза. Егер аламын деп 14 қарап жүрген жігіттер болса, қарап көрсеңіздер болады. Телефон нөмірге хабарласып. Колеса да жоқ дейді машинаның. J24 Mercedes сатылымда 91 жылға 2.2 плита 1 900 мың тұрап тұрған бағасы автоматта. Поршень салон. Телефон нөмір тұр, егер кімде-кімге қызық болып жатса хабарласып сұрақ көрсеңіздер болады. Жаздық баллондарда машина. ВАЗ 2170 Priora сатылымда седан. 2013 декабрь. Пробег 146 мың, сұрап тұрған бағасы 3 миллион 200 мың теңге. Механикада көлік. Коробка трос емес, кулиса. Қыстық баллондарда машина әлі жазық баллонға өтпеген. Полный люкс кондермен борт компьютер жұмыс жасап тұр. ВАЗ 2114 сатылымда. Базардың жартысы 14. 13 жылғы 2 миллион теңге сұрап тұрған бағасы көліктің. Тап-таза базарға дайындалған көлік. 14 іздеп жүрген жігіттер осы видеоны жіберіп қойсаңыздар болады. Қазір 14-тер қатарынан түсіріп жатырық. Сатылымда Toyota 30 2003 жылғы 2.4 мотормен
бағасы жазылмаған. Көліктің телефон нөмірі тұр, егер кімде-кімге қызық болып жатса. Салоны Велюр. Камри сұрап жатқан жігіттердің назарына Toyota 30. Toyota Corolla сатылымда. 2013 жылғы 1.8 мотормен 7 миллион 200 мың теңге сұрап тұр. Автомат коробка, провод коробка емес, жаңылыспаңыздар. Автомат коробка. Қысық баллондары да көлік. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Жігіттер кешкі салқынмен келдік. Базарда автокөлік азайып жатыр, тарқап жатыр. Қазір енді барынша мүмкіндігінше өткен аптадағы сұралған көліктердің бағаларын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Арнаның қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, видео соңында лайк басып, пікір қалдырып кетіп отырсаңыздар дұрыс болар еді. Жігіттер, міне универсал Priora сұрап жатқан жігіттердің назарына 2014 жылғы Priora люкс 1.6 мотор 3 миллион 200 мың теңге сұрап тұр механикада. Алам деушілер болса хабарласып көрсеңіздер болады. Базарда тұр қазір. Сатылымда Lexus RX 300 2001 жылғы көлік. 3 литрлі мотормен 6 миллион теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі көрсетілген. Автомат коробка деп, полный кожаный салон. Кожаның үстінен дополнительный чехол қаптатқан машинада. Сыртқы жағдайы жақсы, полный төртеу жазық баллондарда машина. Көрем дейтін кісілер болса, телефон нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады. Бюджеттік баз 21-14 автокөлігі. Өткен аптада комментарияда ең көп сұралған көліктердің бірі. 2013 жылғы жігіттер 2 миллион сұрап тұрған бағасы, телефон нөмірі көрсетілген. Сыртқы жағдайы жақсы, машинаның артқы крылода кішкентай ғана грибок бар. Басқа ешқандай красып ұшқан жері жоқ. Қысық баллонда тұр машина. Lada Kalina рестайлинг 2014-тен жоғары шығарылған рестайлинг варианты. Көлік 2014 жылғы 1.6 мотормен 2 миллион 800 мың теңге сұрап тұр. Полный люкс, кондермен, телефон нөмірі көрсетілген. Қыстық баллондарда көлік хеджбек. Қазіргі гранталармен конкурент осы Lada Kalina көлігі. Mazda Cronos сұрап жатқан жігіттердің назарына хеджбек 1993 жылғы машина 2 объеммен 1 миллион 50 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Механикада көлік, телефон нөмірі көрсетілген. Қандай да бір ақпарат қажет болса хабарласып көрсеңіздер болады. Сыртқы жағдайы жақсы машина. Deo Nexia сатылымда қазақстандық тіркеуде. 2012 жылғы 1.5 соныс мотор 1 миллион 900 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Қосымша ақпараттар қажет болса телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады. BMW E34 сатылымда 92 жылғы 2.8 стропер мотор. 2 миллион 300 мың дейді механикада. Телефон нөмір тұр, егер қызық болып жатса хабарласып көрсеңіздер болады. Сыртқы жағдайы жақсы, машинаның кішігірім лак ұшқан жерлері бар. Енді 30 жыл тарихы бар көліктер ондай болып тұрады сыртында. Іздеп жүрген кісілер болса хабарласып көрсеңіздер болады.